Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli iman keltirgan do'stlarim, mынау Ramazan ayınдағы qilib atқан тілектеріңізді Аллах Subhanahu Taala qabul etsin. Alloh Taala екі дүниеміздің бақытын берсін. Alloh Taala әрқайсымыздың отбасыларымызға жақсылық берсін, береке берсін. Мынау ортада бір жігіттер, жарнамашы жігіттер жағы Қытайдың майын жарнамалап жағы еркектердің мүшесі мынаны ішкеннен кейін ары көтеріліп кетеді, бері көтеріліп кетеді, біз өлшедік осыншалықты ұзарып кетеді деп жағы жарнамалап жүретін жігіттер бар еді. Сол жігіттерге жағы кісілерді қажылыққа апаратын жігіттер жарнамалап бер деген екен. Біратла жердегі аспан айды аспанға бірақ шығарыпты. Осындай 700 мың теңгеге жағы жәннат сатып аласың деп, оны тағы да мынандай сөзбен айтқан. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам 700 мың теңгеге жәннат сатып аласың деп айды аспанға бірақ шығарды. Аллах тағаланың дінін осындай бір қалай болса солай жағы насихаттау бұл қайтарған нәрсе. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам бұл жөнінде не дейді? Егердем Аллах тағаланың айтпаған сөзін кімде-кім Аллах тағала айтты деп айтса, оған дозақтан үй құрылады деді. Егердем пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтпаған сөзді айтты деп олар айтса дейді, оған дозақтан үй құрылады деді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтты деп айқайлап 700 мың теңгеге жәннат сатып аласың деп айқайлап тұрған жігіттер өздеріңнің тірліктерімен айланса беріңдер, әлгі анау майды жарнамалап жүре берсіңдер. Бұл шариғат жағына тиіспесеңдер, шариғат жағына анау имамдар отыр, солар насихаттайды. Медресенің ұстаздары бар, солар насихаттайды. Сіздерге не жоқ? Өздеріңді жағы бірде бір араб таңбасын танымайсыңдар, немесе бір хадис білмейсіңдер, немесе аят білмейсіңдер, айғайлап тұрып, бұл сендерге шариғат деген, Аллах тағаланың діні деген ойыншық нәрсе емес қой. Аллах тағаланың алдында барғанда жауап бересіңдер. Бұл дүниенің өзінде жауап беріп қалуларың мүмкін. Сақ болыңдар, ауыздарыңа келгендерді ләп еткізіп лақтыра салып тұра беретін сенің жағы бір бастығыңның сөзі емес, болмаса бір досыңның сөзі емес. Менің досым бүйтіп айтқан екен деп айтып тұратын. Менің досым бүйтіп айтқан екен деп айтсаң, ол айтпаған сөзін айтқан болсаң, ол да ренжіп келіп, неге не деп жүрсің деп айтар еді ғой. Сен Расулалла саллаллаху алейхи ва салламның айтпаған сөзін айтты деп, пайғамбарымыз мынандай деп айтқан, 700 мың теңгеге жәннат сатып аласың деп айтқан деп айқайлап тұрсың. Осы сенің сәл чатақтау болды. Енді шығып қазақтардан қайтадан кешірім сұрауың керек. Болмасам қияметте жауап бересің. Мен сәл жағы сөйлеп тұрған кездерде сөзден жаңылысып кетіппін деп қайтадан шығып бүткіл ақпараттардан өзің тарқатуың керек. Егерден Құдайдан қорқсаң, қорқпасаң сол күйде қалдыра бересің. Бірақ сенің айтқан сөздеріңнің барлығы дұрыс емес. 700 мың теңгеге ешқандай жәннат сатылмайды. Жәннат тек қана ол құлшылықпанан, амалдарманан, Аллах Субханаллах тағалаға жақын болуманан, Аллах тағаланың разылығын табуманан, сонан болады. 700 мың теңгеге ешқандай жерде жәннат сатылады деп ешқандай пайғамбарлар айтпаған. Сондықтан сөзіңді жөндеп қой, бауырым.